Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып сауат ашу сабағы. Сабақтың тақырыбы біздің кафеде. Тасымал. Оқу мақсаты: мұғалім көмегімен сөздерді дұрыс тасымалдау, тасымалдауға болмайтын сөздерді ажырату. Балалар, тақырыпты түсіну үшін назарымызды бейне жазбаға аударайық. Томнан хат келді. Не жазыпты? Сәлем, Алан және Дана. Қал, жағдайларың қалай? Демалыстарың қалай өтіп жатыр? Астанада ауа райы қандай? Ауылға бардыңдар ма? Мен ата-анама сендер туралы айттым. Олар маған жазғы демалыста Қазақстанға баруыма рұқсат берді. Көріскенше, Том. Алан аға, Том ауа, ауыл, ата және олар деген сөздерді дұрыс тасымалдамапты. Дұрыс айтасың. Ол аны жолдың соңына қалдырып, уыл деген буынды келесі жолға шығарыпты. А буынын неге жолдың бойында қалдыруға болмайды? Өйткені бұл буын жалғыз дауысты дыбыстан құралып тұр. Жалғыз дауысты дыбыстан құралған буынды жол соңында қалдырып, тасымалдауға болмайды. Том бұл сөздерді буынға дұрыс бөлген, бірақ дұрыс тасымалдамаған ғой. А, ол, а, уа, а, та деген сөздерде екі буын бар. Иә, сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Дауысты дыбыс жеке өзі буын құрай алады. Мысалы, әкке, ана, ақын, емен. Осы сөздердегі а, дыбыстары жеке буын құрап тұр. Бірақ бұл сөздерді тура осылай буынға бөлгендей тасымалдауға болмайды. Дана, мен саған сөздер айтам. Сен оларды бірінші буынға бөл, одан соң дұрыс тасымалын айт. Мысалы, ойыншық, етікші, арыстан, инелік, орындық, ірімшік. Ойыншық, ойыншық, етікші, етікші, инелік, инелік, орындық, орындық, арыстан, арыстан, ірімшік, ірімшік. Жақсы, Дана. Буынмен тасымалды жақсы түсініпсің. Енді Томның хатына жауап қайтарайық. Сәлем, Том. Біздің хал жағдайымыз жақсы. Ауылдан жақында оралдық. Бізде ауа райы тамаша. Өзіңде басқа қандай жаңалықтар бар? Астанаға келуіңді асыға күтеміз. Ата-анаңа бізден сәлем айт. Сәлеммен Алан және Дана. Енді балалар, тасымалға байланысты оқулықпен жұмыс бастаймыз. Оқулықтағы 31-ші беттегі бірінші жаттығуға назарымызды аударайық. Сурет бойынша ертегі құрастырып, ат қоямыз. Орамжапырақ ертегі сөздерін тасымалдаңдар. Суретке ертегі құрастырып айтады. Орамжапырақ пен ертегі сөзін тасымалдайды. Енді балалар, дәптермен жұмыс жүргіземіз. Екінші жаттығу. Жазылым дағдыларын қалыптастыру мақсатында сөйлемдегі сөздерді қатесіз көшіріп жаз. Орамжапырақта дәрумендер көп. Ондағы В дәрумені көздің көруін жақсартады. Дәрумендер сөзін тасымалдап жаз. Төртінші жаттығу. Тасымалдауға болмайтын сөздерді көшіріп жаз. Бота, қой, жаңбыр, бұғы, көз, қол, ет, парта, домбыра.
Ендеше бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасап көрейік. Яғни тазалық әдісі арқылы сабақта не түсіндіңдер, не білдіңдер. Тақырып бойынша алған керекті ақпараттарыңды чемоданға. Сабақтағы керек емес болған артық ақпаратты қоқыс жәшігіне. Бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендерің болса, ет тартқышқа салыңыздар. Үйге тапсырма 5-ші жаттығу 33-ші бет. Сау болыңыздар.